30 түн. Ей, ұлы бақытты патшам, сән қой жігіт әңгімесін созып, шашымды алмасаң өлтіремін дедім. Бұл мені отырғызып қойып, шашыма су салды да, бәкісін жанып, күйбеңін көбейтті. Сөйтіп жүріп сөз бастады. Мырзам, менің кісіге ойлайтын зияным кем болушы еді. Сондықтан мені рақымды Самит деп атайды жұрт. Менің бірнеше туысқандарым бар. Оның бірін Бық-бық, екіншісін Хаддар, үшіншісін Бықық, төртіншісін Дақлара Сауат, бесіншісін Насияр, алтыншысын Дасқар, жетіншісін Самит дейді. Менің өзім болсам, мына алдыңда тұрған сол Самит. Бұл сөзді созған соң жаным шығып кететіндей асықтым. Өйткені қыздың келсін деген уағы таянып қалды. Мен қызметшімді шақырып алып, мынаның өзін шығарып жіберші, тіпті жарты тілді қолына ұстат. Осының кеткеніне берген садақам. Осыған шаш алдырып, әдеміленбей-ақ қояйын дедім. Ол не дегенің мырза? Мен қызмет істемей жарты тілдәні алмаймын. Сенің қызметің маған парыз. Сіздің қызметіңізді істеп, еш нәрсеңді алмасам да жарасар еді. Істемей, ақшаңды алуды замана сазы көтермейді. Сен менің қадірімді білмейсің. Мен білейін. Әкең марқұм мені көп сыйлайтын еді. Ол сақи кісі еді ғой, топырағы торқа болғыр. Айтпақшы, ол марқұм мені бір күн алдына шақырған. Барсам, айналасында жиылған көп адам бар екен. Ол сол көп адамның көзінше басымнан қан алдырайын деп едім деді. Мен ноқатымды тартып жіберіп, күннің сәтін байқадым. Күн сәті жақсы емес екен. Қан алудың ыңғайсыздығын байқаттым. Ол марқұм сөзімді тастамады, отыра тұрды. Біраздан кейін күннің сәті түсті. Мен басынан қан алдым. Ол оған риза болды. Жанына жиылған жұрт та риза болып, әкең марқұм 100 тілда сыйлық берген. Саған 100 тілда беріп сыйласа, әкемді де Құдай қыр соңына түсіп айналдырған адам екен дедім. Мынау сақ-сақ күлді. Субханаллай, сені мен салмақты кісі деуші едім. Ұшқалақ, сабырсыз жігіт болған екенсің. Неге асығып отырсың? Әкең марқұм ақылдаспай, іс істемейтін кісі еді. Сен қалай, әкеңе тартпай туған баласың ба? Басыңда тұрған асығысты мен әкелгендей сөзіңнің доқырын ай. Нарыс шәріптен қалған бір нақыл. Ол Мұсташар Мүтаман деген. Сен мендей кісі іздеп табаласың ба? Балам, Құдай саған сабыр берсін. Басқа не айтайын? Өзің ойлаш, тек тұрып қызметіңді істеген мен асықпаймын. Сен жай отырып қалай асығасың? Мен асықты деп ренжіп тұрғаным жоқ. Сен маған асықпадың деп ренжуің қалай? Әкең мені көп құрмет еткен кісімін деді. Менің онан сайын сабырым кетіп, мақтауымды жеткіздің. Енді шашымды тез ғана алып беріп, өзің басқа тіршілігіңе кетсең жақсы болар еді дедім. Бұл бипазданып шашымды ала қоймады. Ашуым қайнап, тұрып кетуге айналдым. Сенің шаш алғаның да құрысын, өзің де құры дедім. Енді бұлшылыңды қой, тіпті шашымды алдырмасам, ақың бар ма дедім. Бұл оған көнбеді. Жағамнан басып отырғызып, киімімді жыртты. Соның артынан аздап ұстарасын қайрап, біраз тұрды. Бір самайымды сыпырып шашымды алып, ұстарасын қайрап, қайысына түкіріп қойып, мырзам, алағы жыламнан шайтан өріп шығып, адамның бетіне қарап күндізгі тойда кешкі сауықтың кейпі тұр дегендей, сізге айтайыншы, мен сізді қадіріме жетпейді деп ойламаймын. Осы менің қолым патша, уәзір, әкім, төре мырзалардың бәріне лайықты жаратылған емес пе? Қараңызшы, басыңыз жаңа бас сияқты болып бара жатыр. Ақындар мен сияқты кісілер туралы, қандай әдемі қолым, істеген ісі сорым, қит етсе үлкендер суырады қылышын, не жазығы бар оның депті. Осының себебі не екен мырзам деді. Осы бұлшылыңды қойып болдыршы, басымды ауыртып, миымды аштып біттің ғой дедім. Осы мырзам, асығыс жұмысың бар ма деймін, тіпті дүмін қоныс таппай кетті деді. Я, солай еді дедім мен. Саспа, асығыс шайтанның ісі деген пайғамбарға алейхиссалам. Сабыр түбі сары алтын деген бір пайғамбардың сөзі тағы бар. Сен асығуыңды маған айтшы, түбі бір ұят келетін іс болып жүрмесін деді. Жұма намаздың өтуіне 3 сағат қалды. Қыз мені әкесі намазға кеткенде келсін деген екен. Уақыт тақалып, әбден тыйышым кетті. Бұл маған ашуланып, ұстарасын жанына жауып қойып отырып алды. Асығыс жұмысыңды айтшы мырзам деді. Мен ерегісіп үндеуді қойдым. Онан соң қайтадан ұстарасын қолына алып, күнге қарады да, намазға әлі ерте деді.
қатты қайрап азырақ шашымды алды. Асыққанымды тағы сұрады. Мен жауап бермедім. Айтшы мырзам, Құдай біледі бар ғой, маған айтсаң өз байтаң табылады деп әр нәрсені бір айтып сөйлей берді. Мен намаз өтіп кетсе қызға жолыға алмай қалатыным ойымнан шықпай асығып отырмын. Басымның жартысы алулы болған соң тұрып кете алмадым. Тіпті болмаған соң бір досымның үйіне қонаққа баратын едім, болдыршы дедім. Ей әттеген-ай, деді бұл. Қонақ дегеннен ойыма түскенін қараш. Алдыңғы күні біраз достарымды қонаққа шақырып едім. Үйімде қонаққа дайырлаған түгім жоқ екен ау әлі. Олар келсе, масқарамның шықпағын қараш деп әңгімені тағы көпіртіп жөнелді. Сен әуелі мені жөнелтші. Сені қонағыңнан ұялмастай етіп дүние берейін. Не тамақ керек болса барын үйден бергізейін дедім. Ой бәрекелде, Құдай түлеуіңді берсін. Үйіңде қандай тамақтар бар еді, деді бұл. Үйде тамақтың бәрі бар. 5 табаққа үйіп салған балау, бірнеше істікке шанышқан шәшілік тұр. Бір табақ қуырылған қозының еті бар. Қаймақ бар, сөт бар, халуа бар, жент бар, неше түрлі тәтті тамақ тағы бар. Жаныңа не керек, дедім. Бәрекелде мырзам, жақсақ екен. Жемесем де жегендей болып, тойынып қалғанымды қараш. Қазір айта қойшы, мына жігітін көтеріп, осында әкеле қойсын, деді. Ұстарасын жанып, күйбелектеп тұрып алған соң үйден тамақты алдырдым. Оны көріп, бәрекелде, тамағың тамақ екен. Енді осыған аздап шарап қостырсаң, дәл дегендей болар еді мырзам, деді. Шарап әкелдіріп бердім. Япыр-ай, деді бұл. Енді бір үй ішінің сасық ауасын тазартатын иісті дәрі, не әтір май болар ма еді мырзам? Бар шығарау сенде, әкелдіріп бере қойшы, деді. Үйде 50 тілді қалған құтыда иіс дәрісі бар еді, әкелдіріп бердім. Бұл ұстарасын бүктеп қойды да, құтын ашып, дәрін алып, олай-бұлай аударып көріп, мырзам, тіпті жақсы болды, енді рахметті саған айтайын ба, жоқ сені туғызған әкеңе айтайын ба, деді. Мен әбден ашуға тығылып өлетін халге келдім. Ей, пайғамбар ақысы үшін шашымды аласың ба, жоқ па деп ашуландым. Бұл, құп мырза, алайын, деді. Шашымнан тағы біраз алды. Бір кезде сірейіп бойын жазып алып, бүгінгі қонақтарым саған әбден риза болатын болды ау мырза. Олардың бәрі тәуір кісілер, жеміс егіп жер күтуші, гүл егіп бақша бағушы, қайыс илеп таспа тілуші, мендей шаш алушы, тағы сондай кесіп істейтін тәуір кісілер. Олар түрлі-түрлі ғазал оқиды. Мен өзім көп сөзді қаламайтын кісімін, бірақ маған келетін қайыс илеуші бір көбік ауыз неме. Ол өлең айтады. Анла матхаб әлие, яқбайны бағны. Мен бармасам өзіңе, өзі келер өзіме деп соғады. Хамид Сабал деген біреуі тіпті қызық кісі. Отырған жері күлкі. Сен біздің үйге барсаң тіпті тәуір болар еді. Сен бір жерге баруға асығып отырсың. Онда барған соң жиылған кісілердің арасында мылжың біреу болып, басыңда ауыртар-ау. Тіпті аз сөйлейтін мені жақтырмайсың. Онан зергіп кетерсің. Бізге барсаң, ол жиналған қонақтар өлең айтып, көңіліңді көтереді. Көтерілсе көңілің, кетпегені пұл тегін. Барған жерде күлмесең, зая кеткен өмірің деген бұрынғылар, деді. Тіпті мен шыдамадым, ыза болғанымнан күлдім. Менің шашымды алып бол, сенің сол кісілеріңді өзіңді шақырып, бір күн қызық кеште басын қоссын. Бүгін мына шақырып отырған жерге барып қайтам. Келген соң шақырайын дедім. Ендеше осылай отыра тұр, мен мына тамақты үйіме апарып қайтып келейін. Сонан соң шашыңды алып, екеуміз бірге кетейік, деді. Менің тыйышым әбден кетті. Тағы бір бәлені бастағалы тұрғанын біліп, мен жеке бармасам болмайды, дедім. Бұл, неге болмайды мырзам? Мен сондай-ақ бірге жүре алмайтын кісімін бе? Әкең қасынан тастамайтын, ертпейтінің шын. Сен бір қатынға барайын деп тұр екенсің. Олай болса өлесің. Бұл Бағдатта қатын үшін қырылған кісі аз ба? Ондай жерде айла тапқыш мендей кісі Бағдатта жоқ. Мен бірге барам, деді. Мен ашуландым. Оны көріп, біраз сөзді қойып тұрды. Шашымды тақырлап, өлгенде әрең алып болды. Қасымнан кететін түрі болмаған соң, көтер мына тамақтарды, апарып қонақтарыңа бер. Сен қайтып келгенше осында күте тұрайын, дедім. Бұл тамақты көтеріп далаға шықты. Мен далаға шықтым да қазының үйіне тарттым. Бұл иттің баласы тамақты үйіне басқа кісіден жіберіп, өзі жасырынып мені аңдыпты. Мен қазының үйіне барғанда, бұл да барып кіріп, қораның бір жеріне жасырынып тұрған. Мен қазының бөлмесіне кіріп сөйлесіп отыр едім. Бір кезде қазы намаздан қайтып қорасына кірді. Оның толып жатқан қызметші қыздары бар екен. Соның бірі қазыға жақпай қалып, қамшымен сабай берді. Ол шырқырап жылады. Бұл шайтан мені сабап жатыр деп айқай салып қорадан шыға жөнелген.
барып менің қорамдағы құл күңдеріме хабар береді. Бүкіл көше бойын даурықтырып қазының қорасына келіп кірді. Қазы топтанып келген елді көріп шошып далаға шықты. Менің құлдарым: біздің қожайынды неге өлтіресің деді. Қазы түкке түсінбей: айтып тұрған қожайындарың не, оны кім өлтірді деді. Әңгіме осыған жетіп, Шахаризада төсекке жатты.